11-ші халықтық спорт ойындарын өткізу туралы тақырыбында баспасөз маслихатын жүргізетін боламыз. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию на тему проведения 23-х игр народного спорта. Біздің спикерлеріміз таныстырып өтейін. Сағынғанов Саят Азаматұлы, Шығыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары міндетін атқарушы, және Нұрғалиев Саят Бисетович, Шығыс Қазақстан облысы спортты дамыту орталығының директоры. Құрметті Саят Азаматұлы, алғашқы сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма? Бүгінгі брифингтің тақырыбы Қазақстан Республикасы спорт күніне арналған Шығыс Қазақстан облысының 23-ші халық спорт ойындары. Ойындар ағымдағы жылдың 11-17 тамыз аралығында біздің Өскемен қаласында 13 спорт түрінен өтеді. Ойындарға облысымыздың 13 қаласы мен аудандарынан 1130 адамның қатысуы жоспарланған. Келесі нақтырақ, толығырақ Саят Бисетович айтып кетсе. Мы сегодня собрались по поводу проведения 23-х игр народного спорта в Восточно-Казахстанской области, посвященных Дню спорта Республики Казахстан. Так, с 11 по 17 августа текущего года в городе Усть-Каменогорске пройдут 23-е игры народного спорта по 13 видам спорта. Это у нас настольный теннис, легкая атлетика, волейбол среди мужчин и женщин, президентское многоборье, гиревой спорт, армрестлинг, арқан тартыс, шахматы, шашки, тоғызқұмалақ, футбол, асық ату и садақ ату. Один из этапов у нас уже прошел в июне месяце в селе Катон-Карагай, Катон-Карагайского района. Там было у нас по национальным конным видам спорта. Это у нас там прошло аламан-байге, топ-байге, жамбы ату, нан-байге, жорға жарыс и по национальному виду казак күресі. Так, планируется охват участников более 1100 спортсменов из 13 регионов нашей области. А также в организации участвует свыше 200 человек. Это у нас судьи и волонтеры. Также важность этого мероприятия у нас возрождение культурных традиций и популяризация народных игр на региональном уровне, а также подготовка спортсменов к предстоящим сельским играм, которые пройдут в сентябре месяце. Все. Ақпарат қазақша айтып кетсеңіз. Әріптестер сәл қазір қазақша ақпаратты беріп кетсеңіз. Бұл ақпарат қазақша. Қазір айтады қазақша сәл. Жоқ, мынаны өтіп кеткен. Ана орысша айтқанда қазақша айтып кетсеңіз. Мемлекет. 23-ші халық спорт ойындары Өскемен қаласында 11-17 тамыз аралығында 13 спорт түрінен ойындар өтеді. Ол яғни үстел теннисі, жеңіл атлетика, волейбол, ұлдар қыздар президенттік көпсайыс, гір көтеру, қол күресі, арқан тартыс, шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ, футбол, асық ату және садақ атудан. Ойындарда 1131 адамнан қатысу жоспарланған. Және де ойындарға облыстың 13 қаласы мен аудандары қатысады. Ағымдағы жылдың 8-14 маусым аралығында осы халық ойындарының бір этапы ұлттық спорт түрлерінен өткен болатын. Яғни ол көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, құнан бәйге, топ бәйге, жорға жарыс, аламан бәйге және қазақ күресінен өтті. Ол Катон-Қарағай ауылында өткен болатын, Катон-Қарағай ауданында. Оған 458 адам қатысты және 41 комплект медаль ойнатылған болатын. Осымен
Сіздерге рахмет. Әріптестер, екінші бөлімге көшеміз. Сұрақтарыңыз болса, мархабат. Сұрақ жоқ. Осымен біздің баспасөз мәслихатымыз өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.